Армысыз қадірменді көрермен, бұл Тура Би хабары және оның жүргізушісімен Сағат Хасан. 2021 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасындағы әкімшілік рәсімдік процестік кодекс күшіне енуіне байланысты Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдер туралы Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы және Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінің 29-шы тарауы күшін жойды. 2021 жылғы 1 шілдеден бастап азаматтардың, жеке тұлғалардың мемлекеттік органдарға, әкімшілік органдарға, лауазым иелеріне берген арыздары бір ғана кодекспен, осы жаңа айтқан Қазақстан Республикасындағы әкімшілік рәсімдік процестік кодексімен реттеледі. Бұл әрине азаматтар үшін де, заңды тұлғалар үшін де, мемлекеттік әкімшілік органдар үшін де және лауазым иелері үшін де оңтайлы және ыңғайлы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы әкімшілік рәсім деп аталады. Бұл әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің 3-ші бөлігінде көзделген. Бұл үшін біз студиямызға Атырау қаласы әкімі аппараты өтініштерді бақылау бөлімінің басшысы Наубекова Айнұр Каренқызын, Атырау қаласы әкімі аппараты мемлекеттік құқықтық жұмысы бөлімінің басшысы Ибадолла Жігерді және Атырау облысы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының төрағасы Нұрбол Досжанұлы Абдоловты шақырып отырмыз. Жігер Ибадоллаұлы, алғашқы сұрағым өзіңізге. Жалпы әкімшілік рәсім дегеніміз не? Осыдан бастайық. Рахмет. Сұрағыңызға, қайырлы баршаңызға. Жалпы әкімшілік рәсім дегеніміз бұл әкімшілік органдар мен лауазымды тұлғалардың әкімшілік істі қарау, орындау, олар бойынша шешім қабылдау жөніндегі қызметі осы әкімшілік рәсімдер деп аталады. Әкімшілік рәсімдерді қандай органдар жүзеге асырады? Әкімшілік рәсімді қозғау үшін қандай негіздер болуы шарт? Әкімшілік рәсімдерді жаңа айтқандай әкімшілік органдар, өкілеттілік берілген заңмен лауазымды тұлғалар әкімшілік рәсімді қозғау үшін екі негізі бар. Бұл арыз иесінің жолдамасы, былайша айтқанда арыз иесі, және екінші бұл әкімшілік органның өзінің бастамасы бойынша қозғалады, осы екі негіз бойынша. Айнұр Каренқызы, жалпы Атырау қаласының тұрғыны жер телімін алу үшін арыз жазғысы келді делік. Осы арызды ол кімге және қалай жазуы керек? Осы жөнінде қысқаша түсіндіріп беріп кетіңізші. Саламатсыздар ма? Жалпы қала әкімі аппаратына өтініш жазуда біріншіден бізде бұл Қазақстан Республикасының тұжырымдамасының негізгі мақсаты жалпы халықтың, азаматтардың өтініш тілектерін жедел әрі тиімді қарастыру болып табылады ғой. Соның негізінде қала әкімі аппаратында өтініштерді қабылдау бойынша бізде фронт кеңсе ашылған болатын. Жерге өтініш беруде біріншіде қала әкіміне беру үшін өтінішпен келеді, бірақ бұл лицензиялау түрінде де беруге болады, ЕГОВ арқылы да беруге болады. Бұның үшін ЕГОВ арқылы беру үшін міндетті түрде ЭЦП ключі дейді ғой, міндетті түрде үйде отырып бізге де келмей-ақ үйден өтініш жазуға да құқылы, өтініш беруге де болады. Бөлімге беруге де құқылы азамат, өздеріне де арыз бере алады. Тікелей басшысының атына тікелей өзі беріп жаза алады. Сонымен бірге бізде қазіргі айттық қой алдынан бері, осы 1 шілдеден бастап нәтиже, сонымен бірге нәтиженің негізінде сон арқылы дейді ғой, нәтиже арқылы берілетін өтініштер, сон арқылы да өтініштерді қазір қабылдауға мүмкіндік туғызып отыр. Олар өздерінің жерді немесе басқа да мәселелер бойынша осы жөнінде олар өтініштерін беруге болады халыққа. Өтініштерінде қандай реквизиттер көрсетілу керек? Осы жөнінде халыққа түсінікті болу үшін өзіңіздің нұсқауыңызды, талап тілегіңізді айтып өтіңізші. Оның ішінде міндетті түрде жеке басын куәландыратын куәлік болу керек міндетті түрде. Оның ішінде бүкіл
иін дейді ғой, ЖСИ міндетті түрде болу керек, туған жылы, арыз иесінің өзінің не мақсат, неге, қандай мәселемен жазып отырғандығын нақты жазып көрсетілу керек. Міндетті түрде мекен жайының адресі, телефон номерлерінің барлығы да нақты көрсетіліп жазылу керек, өтініште белгілеп көрсетілу керек. Ал егер өтініш беруші түсінбестіктің негізінде не болмаса, бір қателесіп, бір мәліметтерді көрсетпей қойса, не болмаса ұмытып кетсе, онда қалай қайтаруға жата ма, әлде өздеріңіз түсіндіресіздер ме? Түсіндірме жұмыстармен де жүргіземіз, түсіндірме жұмыстармен. Сол мезетте өтініш берушінің қол астында ұмытылып қалған реквизиттері немесе жеке куәліктері сол мезгілде болмаса да, өзіне сол жерде сол күні алып келуге де міндетті болады. Ал егер де ол сол жерде алып келе алмай жатқан болатын болса, құжаттары жетіспейтін құжаттары болса, бір ақылға сыйымды бір уақытта дейміз, оған ол бір күні алып кел, екі күні алып кел демейміз, өзінің арыз берушінің өзінің мүмкіндігіне қарай бізге өтінішті тапсыруға болады әр кезде. Өтініштер тіркелген сәттен бастап әкімшілік іс болады ғой? Әкімшілік іс болады. Тіркелген күннен бастап. Оның қарау мерзімі қанша? Қарау мезгілі болғанда біздер қазір бұрын СОДО деген болып жүрді бізде. СОДО дегенмен өтініш деген қазір 1 шілдеден бастап бағана айтып өткен өзіңіздің заңыңызға сәйкес бізде өтініш ақпараттық жүйе бізде қосылды. Ол база өтініш деген. Олда өтініште әрбір тұрғынның тапсырған арызының бүкіл мәліметтері сол базада сақталып тұрады. Сондықтан да бағанағы сіз айтып отырғандай, оның тапсырған күннен бастап өзінің өтініші сол күннен бастап бізде орындалысқа жіберіледі. 15 күннің ішінде. Қоса кетейін, осы мәселе бойынша 15 жұмыс күннің ішінде қаралады. Егер де оның қарау барысында қандай да бір қиындықтар туып жатса, уақытты талап ететін болса, бірінші басшының шешімімен ол мерзімді ұзартуға болады. Алайда 2 айға дейін максимальный уақыты. Одан асыру болмайды. Ал өтінішті тіркелді, өтініш тіркелді. Енді қарау мәселесін көрейік. Енді азамат қай уақытта болатындығы жөнінде, арызын қарайтын уақыт жөнінде өздеріне хабарлама берілетін болар ол жөнінде. Қалай бересіздер? Электрондық поштамен бе, өзі келіп алып кету керек пе, не болмаса тәртібі қалай болады? Тұрғын өзі, азамат өзі өтініш тапсыруға келген кезде, егер бағанағы өтініштің ішіндегі реквизиттары барлығы жағдайда түгел болатын болса, біз өтінішті қабылдаймыз ғой. Қабылдау болғаннан кейін міндетті түрде біз ұялы телефонын, электрондық адресін міндетті түрде жазып аламыз өзімізге. Сосын бағанағы келген өтініш берушіге міндетті түрде түсіндірме жұмысын жүргіземіз. Сіздің арызды орындалғандығы жөніндегі сізге қалай жеткізуге болады? Почта арқылы жібереміз ба? Я болмаса телефон арқылы, SMS арқылы сізге жіберуге ыңғайлы ма? Я болмаса өзіңіз аяқтай келіп алып кетуіңізге бола ма деген біздер сұрақтар туындап, сол кісіге қоямыз өзі. Ол кісілер өздеріне тиімді жағын айтады. Дегенменен де біз өзіміз ол кісіге де жүргізбеу үшін, өзіміз жағынан да ол кісінің орындалғандығы жөніндегі арыз алмағандығы жөніндегі мәселе болмас үшін біз міндетті түрде Қазпошта арқылы арыз берушінің арызын үйіне жібереміз. Өтінішті қараған кезде арыз беруші азамат сол жиналысқа, өтінішті қарау жиналысына қатысуға міндетті ме? Ол жерде міндетті емес, келіп қатысуға, яғни заңмен көзделген тәртіптері бар. Егер қандай да бір себептермен келе алмайтын жағдай болса, өкілін жіберуге болады. Өкілі бұл жерде біз осыған дейін мысалы соттарға қатысып жүрік, соттарда нотариус арқылы рәсімделіп, өкілге сенімхат беріледі. Бұл жағдайда бұл кодексте олай көзделмеген. Ауызша айтқаны жарайды. Ауызша айтса, өкілі келіп қатыса бере алады. Егер өкілі болмаса, басқа да мысалы телефонмен де қатысуға болады. Бізде ондай тәжірибемізде бар. Телефонмен қатысады, видео связьмен қатысады. Сондай құқықтар бар. Осы материалдармен танысуға құқығы бар ма? Әрине құқығы бар. Тыңдауға құқығы бар. Және сол тыңдаудан кейін жасалатын отырыстың хаттамасы бар. Хаттамасын бұл жерде біз
олмен таныстыруға міндеттіміз. Танысып, өзі ескертпелерін айтып, сол жерде хаттаманың ішіне енгізуге құқылы. 3 күннің ішінде өзінің бана ескертпелерін бере алады ол кісі. Ескертпелерін бана басшыға қарайды, сол бойынша сосын шешім шығарады. Әкімшілік акты неше күннің ішінде шығарылу керек? Және әкімшілік осы арыздың, өтініштің қанағаттандыру, болмаса қанағаттандырылмаған жағдайда қандай шешімдер шығарылады? Сол жөнінде айтып өтіңізші. Әкімшілік актының шығару мерзімі жоқ. Әкімшілік істі қарау мерзімі бана айтқандай 15 күн. Акт шыққанға дейін 3 күн бұрын осыған дейін айтылған бана тыңдау өткізілу керек. Шыққаннан кейін акты оның бана арыз иесінің шағымдану құқығы бар. Қолына алған мерзімнен бастап 3 ай мерзімде ол шағымдана алады. Егер ол 3 ай мерзімін өткізіп алатын болса, біз шағымды қабылдамауға құқығымыз жоқ, қабылдаймыз, қабылдағаннан соң анықтаймыз мерзімін не себептен өткізіп алды. Негіздері көзделген қалпына келтіру мерзімінің. Ол жерде адам мысалы қатты науқастанып қалған болса, мерзімін қалпына келтіру болады. Өткізіп алудың дәлелді себептері болады, басқада деп жазылған заңның өзінде. Соларды анықтап, егер дәлелді болса, біз шағымды қабылдаймыз. Қабылдағанда біз өзіміз қарамаймыз, бізден жоғары тұрған органға жібереміз 3 күннің ішінде. Ал егер 3 күннің ішінде жібермей, өзіміз қарап, ол арыз иесіне қатысты қолайлы шешім шығаратын болсақ, жоғары тұрған органға жібермеуге де болады. Сондай құқық көрсетілген. Әкімшілік актіні қанша күнде ол жолдануы керек? Әкімшілік акты қабылданғаннан кейін бірден жіберу керек, заңда бана мерзімі жазылмаған, бірден жіберу керек. Егер ол әкімшілік актімен қанағаттанбаған жағдайда ол жоғары тұрған органға біз арқылы жібереді, біз өзіміз жоғары тұрған органға жібереміз. Жоғары тұрған орган егер қанағаттандырмаса, немесе ол бойынша ешқандай акт қабылдамаса, қанағаттандырылмаған деген деп саналады, және одан кейінгі процедурасы арыз иесі соның негізінде сотқа жүгіне алады. Ал осы 2021 жылғы 1 шілдеден бері қанша осы кодекс бойынша өтініш түсті, және оның нәтижесі жөнінде мәлімет көрсеткіштер айта аласыздар? Жалпы 2020-дан қазіргі 2021 жылға қарағанда 2021 жылы 528 арыздай бізде артық түсіп отыр. Ол енді 528 190%-дай бұл есептеледі қазіргі жағдайда. Оның себебі бағана айтып өткендей, бұрын бір жақты тек бізге алып келіп өтініштерді тапсырып отырса, қазіргі жағдайда жан-жақтан бағана сон арқылы, компьютерлер арқылы да, өзімізге алып келіп арқылы да тапсырылуының нәтижесінен деп есептейміз. Себебі бізге былтырғыдан қарағанда бағана айтып өткенде арыздар артық. Яғни ол бұл цифрлық технологиялық пайдалану арқылы соны енгізудің нәтижесінде осы адамдар көп арыз өтініш беру жаңағы соның нәтижесі деп есептейсіз. Сонымен бірге осы ақпараттандыруда мысалы барлық халыққа осындай сонымен бірге мысалы әкімшілікке арыз тапсырумен қатар, өтініштен тапсырумен қатар, мысалы соның арқылы тапсырылатындығын, электрондық түрде тапсыруға болатындығы жөніндегі ақпараттандырудың осы халыққа дұрыс түсінгендігі деп біз ойлаймыз. Нұрбол Досжанұлы, енді сізден сұрайын дегенім, осы 2021 жылғы 1 шілдеден бері 3 айдан астам уақыт өтті. Осы уақыт аралығында жауапкері әкім, болмаса Атырау қаласының әкімі, болмаса Атырау қаласының әкім аппараты болатын қанша талап арыздар қаралды, және оның нәтижелері қалай? Осы жөнінде айтып бере аласыз ба? Рахмет, құрметті көрермендер. Енді қазіргі уақытта осы 3 айдан астам уақытта бізде негізінен әкімшілік сотқа 200-ден астам талап арыз келіп түсті. Оның ішінде мына жергілікті атқарушы органға қатысты тиісті 50-ден астам талап арыз. Тікелей негізінен алатын болсақ, мына атап өткен Атырау қаласы әкіміне немесе аппаратқа қатысты талап қоюға тоқталатын болсақ, бұл жерде бізде 31 талап арыз түскен. Оның ішінде сатыға бөлетін болсақ, көбінесе жер дауы бойынша, сосын тұрғын үй бойынша және
еңбек даулары болып саналады. Осы оның ішінде қазір 31 түскен арыздың ішінде 9 іс бойынша шешім қабылданған, 2 іс бойынша бітімгершілікпен аяқталған, ал 12 іс әлі қаралуда, 8 азамат әкімшілік іс, яғни түрлі себептермен қайтарылған. Бұл жерде 9 істің ішінде 5-еуі яғни қанағаттандырылған, 4 іс қанағаттандырусыз қалдырылған. Осындай ақпарат бар қазір уақытта. Қандай санатта талап арыздар ең көп түскен? Енді бұны атап өткендей, санатта ең көп түстер бұл енді жер дауы болып саналады. Қанша? 26. 26. 30 бұна тікелей Атырау қаласы әкіміне, яғни қалаған кезде 31 істің 26-сы, яғни 90% деуге болады. Осы жер дауына қатысты. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Зерделеп көрдіңіз бе? Неге осы жер дауы бойынша талап арыздар көп түсіп тұр? Енді біз осы бана қаралған шешімдерге қатысты, қаралған әкімшілік істерге қатысты зерделеген кезде, яғни бұл жерде негізінен алған кезде, енді заңбұзушылықтарды былай алғанның өзінде де кейбір тараптар түсініспеушіліктен, яғни шығарылған әкімнің қабылданған шешімін түсінбеуінен сотқа жүгініп жатыр олар. Біз қазіргі уақытта әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің 16-шы бабына сәйкес, яғни белсенді рөл атқару, сот белсенді рөл атқару көзделген. Осыған байланысты біз тараптарға түсіндіреміз, сот шешім қабылдану, әкімнің шешім қабылданған шешімі заң жүзінде дұрыс-бұрыстығын айқындап, соны түсіндіреміз. Сол кезде ол тараптар түсініп жатады, негізінен әкімнің қабылданған шешімі дұрыс екенін. Осыған байланысты бана айтып отырған 8 талап арыз қайтарып алады дегенде, осыған байланысты талап қоюшылар өздерінің талап арыздарын қайтарып алады. Яғни бұл жерде туындайтын сұрақ, яғни осы шешім қабылдаған кезде әкіммен немесе жергілікті атқарушы органмен өзінің қабылдаған шешіміне дұрыс түсіндіру жұмыстары жүргізілген жағдайда осы даулар сотқа дейін жетіспеуі мүмкін деген сұрақ туындайды. Себебі, яғни қазір уақытта мысал ретінде келтіретін болсақ, өзімнің қарауым бойынша осы жергілікті, яғни тікелей Атырау қаласы әкімі, осы селолық ауылдық күшіне енген сот актісі, яғни бұл жерде біз көшпелі сот отырысын жүргіздік, яғни жеке тұлға, яғни өнеркәсіп, яғни жеке жауапкершілігі серіктестігі өзіне қосымша жер сұраған, өзінен тиісті норма берілген жерде. Бұл жерде қосымша жер сұрауының себебі, яғни бұл балық өнеркәсібімен айналысады екен, соған байланысты судың жағалауында, Жайық өзенінің жағалауынан қосымша жер учаскесі сұраған. Яғни оның сұрау себебі, балық өнімін сұрау үшін, яғни бұған суға тікелей шығатындай, судан алатындай, су алатындай қажеттілігі болған. Яғни бұл жерде әкімнің енді қаулысымен екі себептермен бас тартқан. Бірінші себебі, яғни бірінші алынған жер учаскесін игермеген үшін, екіншісі аталған сұрап отырған жердің екінші шекарасында әскери учаскесі орналасқан. Яғни әскери учаскесінен жерді беруге, қосымша жер беруге қорытынды келген, қарсы қорытындысы келген, және екіншісі игермеген үшін. Енді біз көшпелі сот отырысына барып анықтаған кезде, яғни бұл кісі өзінің бірінші бастапқы алған жер учаскесін игермеу себебі, яғни бұл кісі кезінде балық өндірісімен айналысу үшін жерді, яғни суға жақын сұраған, суға шығатындай мүмкіндік болу үшін сұраған, ал берілген жерде бұндай мүмкіндік жоқ. Соған байланысты бұл кісі өзіне тиісті нысаны бойынша ол жерді пайдалана алмай отырғаны бұл белгілі болды. Және де екінші айтқандай, яғни расында да жанында екінші қосымша сұраған жері бойынша әскери учаскесі орналасқан. Енді біз сол көшпелі сот отырысында талап қоюшы өкіліне түсіндіру жұмыстар жүргізді. 16-шы бапқа сәйкес, себебі бұл жерде бастапқысында сізге, яғни жерді игермеу туралы осы жою үшін сізге тікелей судан қосымша жер учаскесін сұраған бөлігін сұрау туралы бірінші, және де заңға сәйкес осы әскери учаскесіне жақын емес, яғни 400 метрден бері қарай жер учаскесін сұраса, онда рұқсат берілетіні анықталды. Осындай жұмыстарды түсіндірме арқылы ол кісі, яғни соттың келісіп, яғни өзінің талап арызын қайтарып алып, қайтадан әкімге осы бірінші бастапқысында жер учаскесін игеру үшін өзен жағына қарата суды қосымша жер учаскесін сұраймын деп, яғни талап арызын қайтарып алып, қайтадан арыз беремін деп
атап өтті. Яғни айтқанда бұл жерде егер жауапкер сотқа дейінгі дауды шешу мәселесінде дұрыс түсіндіріп айтса талап қоюшыға, онда оны жаңағы сотқа дейін жеткізбеудің мүмкіндігі болып еді деп ойлайсыз? Мен өз басым енді солай ойлаймын. Яғни бұл жерде енді ол кісілер себебі айтып жатыр, сот отырысында болған кезде біз манағы тікелей әкімнің қарауында демегенмен, бірақ енді бөлімдер бар ғой, жер қатынастар бөлімі, архитектура бөліміне осындайдың басшыларына немесе заңгерлеріне кіріп шықтық. Олар бізге осы тек сотпен шешесіздер, сот арқылы шешім қабылдайды, біздің шешіміміз осы түпкілікті нысанда дегенде келтіргеніне байланысты олар сотқа жүгінгендерін атап өтіп отырады. Яғни бұл жерде банағы осы шешу, дауды шешу, проблеманы шешу бағыттамасын дұрыс нысанын айқындап көрсетіп жіберген жағдайда бұл кісі сотқа келмей-ақ, яғни біздің уақытымызды алмай, яғни жергілікті атқарушы органдардың уақытын алмай, яғни өзінің уақытын алмай, арызын дұрыстап табыстап, нақтылап, яғни атап өткенде арызын қанағаттандыруға, яғни мерзімінде тиімді пайдалануға болады. Енді жаңа әкімшілік рәсімдік процестік кодексте соттың талабын орындамаған, соттың актісін орындамаған жағдайда ақшалай өндіру жөнін шаралары қарастырылған. Сонымен қатар жеке ұйғарым шығару шаралары қарастырылған. Жалпы осы санаттағы істер бойынша жеке ұйғарымдар шығарылды ма? Енді бана атап өткендей 9 шешім қабылданды. 9 шешім бойынша 5-еуі қанағаттандырылған. Бұл бойынша енді қазір уақытта осы әкімшілік рәсімдік процесс кодексі жаңадан енгізілуіне байланысты, енді қазір бастапқы кезең болуына байланысты қандай тіке осы әкімге қатысты жеке ұйғарым шығарылған жоқ. Яғни бұл енді осылай өз тарапымыздан түсіндіріп отыр. Яғни қазір уақытта бастапқысында. Енді алдағы уақытта қазір өкілдер айтып отырғанға сәйкес, яғни жаңадан әкімшілік рәсімдік процестің кодексінің нормасына сәйкес арыздар қаралады деп, яғни осы арыздар бойынша қаралатын әкімшілік істер бойынша сотқа түскеннен кейін, яғни қандай да бір заңбұзушылық орын алған жағдайда, яғни өзіміз жеке ұйғарыммен немесе ақшалай өндіру алу тәртібі бойынша шара қолданамыз. Енді әкімшілік актіні қабылдаған орган, лауазым иесі өзінің әкімшілік актісін күшін жоюға правасы бар ма? Қандай жағдайларда күшін жоя алады? Ондай заңмен көзделген. Яғни әкімшілік актіні толық немесе ішінара күшін жоюға болады. Ол әкімшілік акт заңды болса да, заңсыз болса да күшін жоюға болады. Бұл жерде енді заңсыз актіні күшін жою мәселесі бәріне түсінікті ғой. Бұл жаңа кодексте бұл келесі ұғым заңды және қолайлы актіні неге күшін жояды деген мысалы сұрақ бәрінде туындауы мүмкін. Ол енді азаматқа қолайлы және сонымен қатар ол кодекске сәйкес, яғни заңды. Яғни оның екі негізі бар заңда көзделген. Егер жаңағы қолайлы актіні қабылдап жатқан кезде бір тармағымен ішінде көрсетілген болса, күшін жою мүмкіндігі, ол бірінші себебі. Екіншісі, сол қолайлы актіде көрсетілген талаптар орындалмаса мүлдем, немесе дұрыс орындалмаса, оның күшін жоюға құқығы бар. Құрметті көрермен, жалпы әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің қабылдануы ол тараптардың, соның ішінде жеке тұлғалардың, азаматтардың, заңдық тұлғалардың заңды мүдделері мен құқығын қорғау мақсатында қабылданған болатын. Осы мақсатта барлығымыз жұмыс жасап жатырмыз. Ол сот болсын, ол әкім болсын, не болмаса әкім аппаратының қызметкерлері болсын. Осы мақсатта сіздердің еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Сау сәлемет болыңыздар.